Hello everyone, how are you today? Бүгінгі сабақта біз 4-ші сынып ағылшын тілі пәнінен 90 және 91-ші беттегі тапсырмаларды түсіндіріп орындайтын боламыз. Енді біз сабағымызды бастамас бұрын айтып кететін нәрсе, осы видеоның соңында басқа YouTube канал көрсетіледі, бірақ дәл осы YouTube каналға ұқсас. Дегенмен ол балалар сендерге өте пайдалы YouTube канал болады. Ол жақта кітаптар емес, кәдімгідей ағылшын тілін үйрену бойынша тегін сабақтар салынатын болады. Мені қолдап, тіркеліп және де өзіміз тегін сол жақтан сабақ үйренеміз. Ендеше сабағымызды бастайық. Exercise 1. Listen, look and say. Бірінші тапсырмада бізде тыңда, қара және айт деп тұр. Бұл жерде қарап тұрсақ, осы O деп тұр, O және W, O және U. Бұл бізде қалай дыбысталады дейді. Дыбысталу, pronunciation, Ау деп оқылады екен, Town, down. Town дегеніміз қала, down дегеніміз төмен. O мен W бізде ау деп оқылып тұр. Town, down. Қайталаймыз және еске сақтап аламыз. Ал U мен O мен U қатар келсе, оны да біз ау деп оқимыз деп тұр. Дәл екеуі бірдей дыбысталады екен, House, үй, және around, айналасында. Бұл ережені есте сақтау керек. Exercise 2. Look, read and write. Work with a friend. Бұл жерде бізде қара, оқы және жаз дейді. Бізде суреттер көрсетілген осы сөздерді қандай ағылшын тілінде қалай айтылады? Мысалы, сиыр, тышқан, ауыз, үй деп айтатын болсақ, бізде пәтер. Осыларды ағылшын тілінде қалай айтамыз және дұрыс жазылуын жазу керек, оны өзіңнің досыңмен жұмыс жаса деп тұр, бірге. Мысалы, сиыр, ол бізде cow. Cow деп оқылады және осылай жазамыз. Екінші, it's got a long tail дейді. Біріншісінде бізде it's a farm animal, ферма жануары, ол it's a cow. Келесі, ол бізде ішке көшіп кетіппін, мына жерде бірден it's under your nose дейді. Сенің мұрныңның астында орналасқан дене мүшесі, ол бізде mouse, ауыз, Және де it's got a long tail дейді. Ұзын құйрығы бар, ол не ол деп тұр? It's mouse. It's a mouse. Келесі, төртінші, your house is in this дейді. Сенің үйің осының ішінде, яғни ол бізде мүмкін flat немесе town, қала. Біздің үйіміз осының ішінде болатын болса, it's town, или болмаса flat деп айтсақ та болып қалар. Exercise 3. Listen, say, play the role, the side words game дейді. Side words game дегеніміз осы жердегі көрсетіліп тұр. So, ride, up, see, street, buy деген сияқты. Осы сөздермен карточкалар берілсе, осы қай сөз шығады, сонымен сөйлем құрастыру керек шығар деп ойлаймын. Енді сол себепті мынандай мысалдар келтіріп қойдым. Мүмкін осы үшінші тапсырманы жазбаша түрде орындауға берсе, дәл осылай жазып алсақ болады, не болмаса осыған ұқсатып жасаймыз мысалдарды. Мысалы, біріншісінде ride деген сөзді, мысалы, ride дегеніміз ride a bike, велосипед тебу, не болмаса ride a horse деп жазсақ болады, онда біз атқа шабу болады. I can ride a bike. Can дегеніміз, яғни істей алу қабілеті болу. I can ride a bike. Мен велосипед тебе аламын. I can не істей аламын? See a dog. Мен итті көріп тұрмын. Мен итті көре аламын деген сияқты. Үшінші, the car is on the street. Көлік көшеде. Яғни мына жерде бізде жаңағы карточкада беріліп тұрған сөздер ride, see, көру, street, көше деген сияқты. Go up, бар, жүр деген сөз, және де бару. I go to school by bus. By дегеніміз немен, автобуспен, бен деген жалғауларды білдіреді. Мысалы, арқылы не болмаса, солай аударылады. By деген сөзге қалай сөйлем құрастырамыз десек, I go to school by bus. Не болмаса, автобуспен емес машинамен баратын болсақ, көлікпен, онда I go to school by car деп жазамыз, автобуспен не болмаса көлікпен. Қалай барамыз? Мектепке солай жазып қойсақ болады.
Exercise 1. Look and complete. Бұл жерде бізде суретке қарап және сөйлемді толықтыр деп тұр. Мысалға, мынау бізде не? Өзен, a river. This is a river деп тұр. Мынау өзен. Ал екінші бізде не деп тұр? Арал ғой, бізде. This is an island деп айтамыз. This is an island. Ал үшінші бізде сурет жоқ, қарап тұрсақ 4 және 5 деп кеткен, 1, 2, 4, 5. Мүмкін бұл жерде енді шатасты не болмаса жасырын сурет болуы мүмкін. Оған үшіншісіне this is a lake деп жазсақ болады, мынау көл. Ал төртінші this is a не? Mountain. Яғни бұл бізде тау, және де соңғысы 5-ші this is a tree. Мынау тал, ағаш не болмаса. Exercise 2. Read and circle. Екінші тапсырмада оқы және дұрысын белгіле дейді. You can buy meat there. Сен ол жақтан не етті ала аласың дейді. Buy деген сатып алу. Сен ол жақтан етті сатып аласың дейді. Спорттан ба, спорт центрдан ба, жоқ butcher'стан ба деп тұр. Әрине butcher's, ет дүкенінен сатып аламыз. Ал біріншісіне қарайық, енді you can buy crisps there дейді. Сен ол жақтан чипсы сатып ала аласың. Чипс не болмаса crisps дегеніміз бұл бізде жаңағы чипсы, Оны банктен сатып аламыз ба, жоқ супермаркеттен сатып аламыз ба? Әрине біз оны супермаркеттен сатып аламыз, Келесі, you can play tennis there дейді. Сен теннис ойнай аласың дейді ол жақта. Қай жақта ойнаймыз? Sport center, не болмаса butchers. Әрине sport center, Centerмен бірге қоршайық мына жақта. Және үшінші, you can read books there дейді. Сен ол жақта кітаптар оқи аласың. Қай жақта? Museum or library. Әрине музейде оқымаймыз, біз кітапты library деп белгілейміз, Және де соңғысы төртіншісі you can sleep there дейді. Сен ол жақта ұйықтайсың дейді. Hotel ма, жоқ bank ба? Банкте ұйықтаймыз ба, жоқ отельде ұйықтаймыз ба деп тұр. Hotel, it's hotel, Және де exercise 3. Read and write the names дейді. Мына жақта мәтін берілген, осыны оқимыз. Осы бойынша бізге берілген есімдерді мына жаққа дұрыс орналастыруымыз керек. Бірінші Ольга деп тұр, Ольга. Ал бастап оқиық. 6 children are on the train. Яғни пойызда 6 бала бар. The boys are James, Barry and Terry. Жігіттер олар James, Barry және Terry дейді. The girls are қыздар. Judy, Olga and Tanya деп тұр, Olga is sitting opposite a boy дейді. Мына жақта бір ұлдың есімі болады. Қазір соған қарама-қарсы Ольга отыр дейді. Келесі, Tanya is sitting between two boys. Ал енді қарайық. Мына жақта қыз болып тұр, демек Tanya мына жақта емес, Мына ортасында болады. Tanya is sitting between two boys. Tanya екі ұлдың ортасында отыр дейді. Ал ортаңғы мынау және бізде мынау қатар, Мына жаққа жазайық десек Таняны, онда Ольга мына жақта қасында қыз тұр. Ал ол екі ұлдың деп тұр. Демек мына жақта қазір екі ұл болады, мына жаққа ортасында бізде Таня болады. Мінекей Таня деп осылай белгілеп қоямыз, Ортасынан Таня, ал енді ары қарай тауып көрейік. She isn't sitting next to James дейді. Ол Джеймстің жанында отырған жоқ дейді. Джеймс ол ар жақта, демек. Джеймс қасында жоқ, Таняның қасында Джеймс жоқ деп тұр. Демек, ол Джеймс мына жақ, немесе мына жақ деп ойлайтын едік, Ал James is sitting next to Judy дейді. Judyның қасында. Демек, Джеймс Ольганың қасында емес, Таняның қасында емес деп тұр. Джеймс Judyның қасында. Демек, мына жақта Judy, сосын Джеймс тұр. Ары қарай, Judy, ары қарай, sitting next to the window. Бізде Terry мына жақта. Terry терезенің жанында отыр. Демек, мына Terry, мына терезенің жанында. Соңғысы қалған, сонда бізде Barry. Таня екі жігіттің ортасында отыр деді. Джеймс олардың қасында жоқ деді, ар жақта, және Judyның қасында деді. Дәл осылай тауып аламыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.